Ал балалар, сендер А әрпін үйрендіңдер. Ат, арба. Б әрпін де білесіңдер. Болат, балта, бет. Мынау Г әрпі. Гүл, гүл сара. Енді Г әрпін жазамыз да, міне бұлай. Оның ортасын белбеумен байласақ, Г болып шыға келеді. Ыбырай Алтынсарин, қазақтың аса көрнекті ағартушысы, жаңашыл педагог. Өзі әрі ақын, әрі жазушы, әрі этнограф, фольклоршы, әрі аудармашы және публицист. Бір сөзбен айтқанда, өз заманның ақыл ойшылы, әрі қоғам қайраткері. Бар саналы ғұмырын қалған жаңа заманның өркениетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған қара қазақтан шыққан бірінші адам. Шын аты Ибрахим. 1841 жылы Қостанай облысының Қостанай ауданы Арқарағай ауылында туған. Ыбырай білім ордасын өте жақсы аяқтап, тілмаштық, хатшылық қызмет атқарды. Өз бетімен көп ізденіп, білім қорын молайта келе, Ыбырай туған халқына пайдалырақ басқа бір қызмет істеуді мақсат етеді. Осылайша ынтасы ағартушылыққа ауды. Ұлт мектебінің іргесін қалаған баба балаларға сабақты қызықты әрі түсінікті етіп берді. Діни мектепте молдадан сабақ алған балалар бір жылда әзер хат таныса, Ыбырайдың оқушылары небәрі 3 айда хат танитын. Оқу тәрбие жұмысын мүлдем тың бағытта ұйымдастырды. 1879-1883 жылдар аралығында Торғай облысының 4 уезінде Торғай, Ырғыз, Троицка, Ақтөбеде жаңа мектеп ашады. Экономика, ауыл шаруашылығы, қол өнер салаларына қажетті маман даярлайтын училищелер ашуға көп күш жұмсады. Тіптен ауыл шаруашылық училищесіне өзінің иелігіндегі жерін беретін туралы өсиет қалдырды. Ал Ыбырайдың қазақ қыздар үшін Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақта, Ақтөбеде мектеп-интернат ашқызуының тарихи мәні тіптен ерекше. Ыбырай өмірінің екінші бір қыры жазушылық, қаламгерлік. Ол балалар әдебиетінің атасы. Сонымен қатар, таза қазақ тілінде қолжазба газетінің бір нөмірін дайындаған. Тұңғыш оқулық шығарған адам да осы Ыбырай Алтынсарин. Ол ағартушы орыс зиялылары арасында беделді, сыйлы болған. Толстойдың әңгімелерін аударды. Белгілі шығыстанушы ғалым профессор Григорьевпен, Ильминскиймен, Катринскиймен достасқан. Ыбырай өзі таңдаған жолдан сан алуан кедергі мен қиындықты жеңе отырып, үлкен жетістікке қол жеткізді. Осылайша туған халқының мақтан тұтқан ардақтысына айналды. Топырақ бұйырған жері де осы өңірде, Тобыл өзенінің жағасы. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ даласында білім нәрін сеуіп, қараңғылықтың түндігін түрген ағартушының есімі берілген аудан, ауылдар, оқу орындары, көше еліміздің түкпір-түкпірінде бар. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар, оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар, оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Істін болар қайыры, бастасаңыз алдалап. Оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Кел балалар, оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Тілегенін алдынан іздемей-ақ табылар. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Кел балалар, оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Ыбырай Алтынсарин, өзен. Оқитын М1 тобының студенті Дусанова Динас. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған.
жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта, аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілін суын ішсең ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларда шуылдап желмен бірге бас ұрады. 10 мың мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көк шығып, жел бітпеген жай қалмайды. Ел қыстап күн көреді жаныбында, дәм болар алуан-алуан балығында. Тас-таста, алтын таста сынамаққа, сонда да аққан өзен қалыбында. Құдіретін Құдайымның көрмейсің бе? Не нәжіс тоқтар өзен денесінде. Арыстан демалуға суға келсе, балықтар шымшып ойнар терісінде. Абуталип Тарина, Муза 11, Ыбырай Алтынсарин, Ей жігіттер. Ей жігіттер, үлгі алмаңыз асқын елдің ішінен. Алыс-алыс қашыңыздар, зияндасты кісіден. Жақсыны көзбен салмаңыздар, жақсыдан қапыл қалмаңыздар. Өзі болған ерлердің аяғынан алмаңыздар. Әр елге, әр жұртқа алтын сақа табылмас. Бас ауырса бақсыларды алып келіп бақтырарсың. Жазықсыз жануарды сойып, өкпеменен қақтырарсың. Жын бәлекет қашады деп, тұмар алып тақтырарсың. Білмес надан өткен істен ешбір қайыр табылмас. Алған жарың жаман болса, бір тәңірге көп наларсың. Жарым сондай болса екен деп, көрінгенге көз саларсың. Әз елде маңдайыңа нені жазса соналарсың. Бәрімізге қасы қара, қызыл жүзді табылмас. Қатының өлсе қарсырып қаларсың. Аны-мұны қармалап, және біреуді аларсың. Бір кеткен соң қамқор әке-шешең табылмас. Бежанова Лариса, ДПМ 11. В апреле наступает благодать. Ыбырай Алтынсарин. В апреле наступает благодать. Весенних в небе птиц не сосчитать. С веселым гулом мчатся воды с гор. Земля сосет тяжелые снега. Дыханием райским полнится простор. Благоухают зеленью луга. 13. Абуталип Тарина, Ыбырай Алтынсарин, Балғожа бидің баласына жазған хаты. Үміт еткен көзімнің нұры бала, жаныңа жәрдем берсін Құдай тағала. Атаң мұнда, анаңмен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл бөлсең басыларсың. Ата-анаң өнер білсең асырарсың, надан боп білмей қалсаң ахұрарсың. Шырағым, мұнда жүрсең етер едің, қолына құрық алып кетер едің. Тентіреп екі ауылдың арасында жүргенмен не мұратқа жетер едің. Араз бол, кедей болсаң ұрлықпенен, кете бер, кессе басың шындықпенен. Қоректап та, бейнеттен де тәңірің жәрдем, телмірме бір адамға мұңдықпенен. Мақтанба сұлумын деп ажарыңа, ажарсыз адамдарды ал назарыңа. Зылиха Жүсіппенен сұлу өткен, тұрмаған ажар ара ажалына. Ағайын жат болса да алыс болады. Болады жатта жақын таныс болса. Достарың дұшпан түгіл табалайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса. Хасенова Аида, группа В11, Азған елдің хандары Ыбырай Алтынсарин. Азған елдің хандары, так үстінде отырғындары, жырлыдан алып байларға сыйлар берсе керекті. Азған елдің қожасы қыдырып келер есікке, бұл үйде кім бар екен деп, көзін салар тесікке. Балаларын бастырып, қатындарын састырып, түрге қарай ұмтылып, тамақ үшін қылғанып, дуа қылса керекті. Азған елдің молдасы, үлкен болар сәлдесі, аса бауыр қылмаңыз, оның рас емес олдасы, көрмей білмей біреуге куәлік берсе керекті. Ыбырай Алтынсарин строит дивные дворцы. Строит дивные дворцы. Умный, знающий народ, сильный знанием своим, он уверенно живет. Средь степей вода звенит, корабли в морях любых
Люди мир весь обошли, лень и скуку позабыв. Молодежь, мои друзья, зелень свежая полей. Сверстников своих догнать постарайтесь поскорей. То, что сделать не смогли, мы, седые старики, вы всего должны достичь. Вы, грядущего ростки, уповаю лишь на вас, радость в сердце затаив. Так примите в добрый час пожелания мои. Қайырлы күн, мен 12 тобының студенті Кенжебек Аяжан боламын. Менің бүгінге дайындаған өлеңім Балғожа бидің өзінің немересі Ыбырай Алтынсарин оқуда жүрген кезінде арнап шығарған өлеңі. Ыбырай Алтынсарин жалпы бұл өлең туралы өзінің естелігінде былай айтқан екен: мен бұл өлеңді оқу жылдарында дәтке қуат, жаныма медет, ал есейе келе өмір бойғы тұмарыма айналдырдым деген екен. Және осы өлеңді 1879 шыққан өзінің қазақ хрестоматиясы кітабында жаңадан өңдеп өзі жазған екен. Үміт еткен көзімнің нұры балам, жаныңа жәрдем берсін Құдай тағалам. Атаң менен анам мұнда есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл берсең басыларсың. Ата-ана өнер білсең асырарсың, надан боп білмей қалсаң ақырарсың. Шырағым мұнда жүрсең етер едің, қолыңа құрық алып кетер едің. Тентіреп екі ауылдың арасында жүрген мен мұратқа жетер едің. 12 группасының студенті Мұхамбетжан Айтолқын. Ыбырай Алтынсарин, өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге түн жарымды барғызды. Адамды құстай ұшырды. Мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді. Сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі да қанықтай, білмегенге танықтай. Бізде бекер жатпалық осыларға таныспай. Ат өнері білінбес бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көкшөптей жас өспірім достарым, қатарын кетті ау алысқай. Ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, ектегі сақалды. Өнер жігіт көргідеп ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды.